Жүнейт Хабаны мазалап қоймағандықтан Хаба кездесуге келеді. Менімен бірге болғың келсе, онда менің айтқанымды істейсің. Жүсіп мырзаға барасың, өткенде жекежайға келіп шу шығарғаныңның себебі не екенін айтасың, дүкен үшін солай шу шығардым деп айтасың дейді. Айтқаныңды істеймін, сен де менімен кездесуге түнде дүкеніме кел дейді. Хаба қалағандай Жүнейт Юсуп мырзаға барады. Түнде барып үйіңде шу шығардым, оның себебі қыз емес, дүкен үшін барған едім дейді. Сол кезде Мұратқа жынданып кетіп қыз үшін келдім деп айттым. Ешқандай қызымыз жоқ, дүкен үшін, әкемнен дүкенді алып қоймақшы екенсің, сол үшін ғана дейді. Ақылыңнан адасайын деген екенсің, тағы да осындай қылықтарыңды көретін болсаң, өлтіремін дейді Юсуп. Жүнейт Хабаға хабарласады. Сен қалағанда Юсуп мырзаға барлығын айттым. Енді сенің кезегің. Түнгі сағат 12-де дүкеніме келмесең, онда Жүсіпке не үшін барғанымды барлық шындықты айтамын дейді. Жүнейт дүкенінде Хабаны күтіп тұрған кезде бір кезде есіктен полиция кіріп келеді. Сіздердің үстеріңізден арыз түсті, дүкендеріңізді тінтеміз дейді. Тінту барысында есірткі тауып алады. Жүнейт, мен бұның не екенін білмеймін, хабарым жоқ дейді. Полиция Жүнейтті тұтқындап алып кетеді. Жүнейтті түрмеге тығу үшін осының барын ұйымдастырып отырған Хаба мен Сұлтан және Хабаның әкесі еді. Жүнейттен құтылдық деп екеуі қуанады. Хаба Сұлтаннан сұрайды, Юсуп мырза нені жақсы көреді, ол туралы барлық білгеніңді маған айт дейді. Менен артық Жүсіпті танитын ешкім жоқ дейді. Ол ертеңгісін сағат 5-те тұрады, сөйтіп серуендеп келеді. Одан кейін үйге келіп, таңғы шайын ішкеннен кейін жұмысқа барады. Кешке шейін жұмыс істейді. Өте жұмысқа адал берілген кісі дейді. Жылқыларды қатты жақсы көреді дейді. Юсуп ешқандай қызға ғашық болмады ма, сол туралы айтып берсеңші. Университетте оқып жүргенде бір қызға ес-түссіз ғашық болды. Оқуды бітіріп сол қызға үйленемін деді. Бірақ ана қыз Стамбулда қаламын, Каппадокияға бармаймын, мен онда тұра алмаймын деп айтыпты. Юсуп олай болмайды депті. Сонымен ана қызды не естімедік, не көрмедік, ал Юсуп болса өзінің махаббатын осылай ұмытты дейді. Хаба таңертең ерте тұрып Юсуптың серуендейді деген жерлерінің барлығын іздейді, бірақ Юсупты таппайды. Әпкесіне хабарласып, Юсуп таңертеңгісін серуендейді деген едіңіз, бірақ мен Юсупты еш жерден таппадым дейді. Енді мен оны білмеймін, Юсуп таңертеңгісін шығып кетті, қайда барары белгісіз. Ал Юсуп болса таңертеңгісін ұшақ алаңынан бір қызды күтіп алу үшін кеткен еді. Ол қыздың аты Битуль еді, Юсуптың университет кезінде ғашық болған қызы. Битуль Каппадокияға Юсуптың шақыртуы бойынша іс-сапармен келген еді. Жүнейттің әкесі келеді, мен сені бұл жерден шығарып аламын, бірақ сен ешкімге еш нәрсе айтпа, не сұраса да білмеймін деп жауап бер дейді. Топырақ жылап Хабаға келеді. Күйеуім мені алдап жүрген сияқты, ол менің көзіме шөп салып жүрген сияқты. Оған хабарласқанымда телефон тұтқасын бір әйел алды дейді. Хаба Сытқаға хабарласып, сенде ұят жоқ екен, саған ұрсар едім, бірақ сен оны ұғасың ба дейді де телефон тұтқасын қоя салады. Мен душта кезде біреу маған хабарласты ма дейді Сытқы Нақсүйеріне. Иә, біреу хабарласты, алло дегенде телефонды қоя салды, кім екен ол дейді. Енді менің телефондарыма жауап берме, ол топырақ екен, мына ісімізді біліп қойса не болады дейді. Ерте ме кеш пе әйелің бәрібір біледі емес пе, какая разница дейді. Большая разница дейді. Мен мына үйдің жалақысын оның зарплатасынан төлеп отырған жоқпын ба? Егер ол біліп қойса, үйдің ақшасын қалай төлейміз? Сонда сен мына үйді арендаға алып, оның ақшасын сенің әйеліңнің зарплатасынан төлеп отырсың ба? Сен еркек емессің ба, өзің жұмыс істемейсің ба дейді. Сот болып, тергеу амалдары жүргізіліп жатқан кезде Жүнейтті түрмеде отырсын деп шешім қабылдайды. Жүнейт әкесіне сөзіңде тұрмадың, мені түрмеден шығара алмадың деп ұрсып кетеді. Хаба ол жаңалықты естіп Сұлтаннан сүйінші сұрайды. Болды, Жүнейт түрмеге қамалды, одан құтылдық дейді. Хаба айтады, кеше Жүсіп мырза кешкі асқа келмеді, оның бір қонағы бар екен. Қандай қонақ екен, мен қазір Мұраттан барып сұрап аламын дейді. Хаба Мұраттың жанына келіп, әдейі оның жағдайын сұраған болады. Сөйтіп, кеше Жүсіп мырза кіммен кездесті деп сұраған кезде Битуль ханыммен дейді. Сұлтанға келіп, Битуль деген қызбен кездесіпті, ол кім деп сұрайды. Сұлтан Битуль деген есімді естіген кезде таңғалып қалады. Ол Юсуптың Стамбулдағы құлай сүйген қызы Битуль дейді.